Сәлеметсіз, менің есімім Азамат, мен үш тіл оқу орталығының директоры боламын. Мен бүгінгі видеомда біздің курс туралы көп келетін сұрақтарға және неге бұл курсты мен ашқан туралы айтып кетейін деп шештім. Достар, бізге көп келетін сұрақтардың бірі, мына ударениені дұрыс қоя алмаймын дейді. Ударениені қалай қою керек, қандай оған ереже бар дейді. Өкінішке орай ереже жоқ. Ударение жаңа екпінді дұрыс қою үшін тек қана оны жаттап алу ғана тура келеді. Менде арнайы соған кітап бар. Ол кітапта кәдімгідей әр сөздің үстінде ударение екпіндер көрсетілген. Соған байланыссыз екпінді дұрыс қойып отырып оқитын болады. Сонда тіліңіз тазарады. Егер де сол кітапты алғыңыз келсе, мынандай шарттарды орындаңыздар. Осы видеоны Инстаграмда немесе ютубта көріп отырсаңыз, міндетті түрде лайк басыңыз, міндетті түрде комментарий жазып, осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, Инстаграмға біздің 3 досыңызды белгілеп скрин жіберіңіздер. Орындадым деп скрин жіберсеңіздер, біз сізге сілтеме жібереміз. Ол сілтеменің ішінде жаңағы кітаптар болады, үстінде екпіні бар кітаптар, онымен қоса сөздіктер болады, қазақша орысша сөздік, онымен қоса тағы да орыс тілі үйренуге арналған кітаптарымыз бар. Оны бәрін PDF форматта жібереміз. PDF форматта деген ол сол PDF форматты өзіңізге басып алып, кез келген полиграфияға барып шығарып алсаңыз, кәдімгідей кітап болады. Немесе солай электронный формат ретінде өзіңіз телефоныңыз немесе компьютер арқылы оқи берсеңіз де болады. Біріншіден, неге бұл курсты аштым? Кезінде мен өзім орысша сөйлемеген адаммын. Астанаға көшпегенде орысша сөйлемегенім үшін қатты қиналдым. Сол себептен мен курстар іздей бастаған кезде барлық проблемаларды көре бастадым. Өзімді шеше алмаған проблемаларға байланысты осы мектеп ашылып кетті. Барлық оқу орталығылары ойлайды, бәрі орыс тілін біледі, орыс тілі ешкімге керек емес, бұлай үйреніп алуға болады деп. Өйткені олардың басына бізді сияқты өтпеген, олар бізді түсінбейді. Сол себептен мен көбінесе курсты қазақтарға арнап және үлкендерге арнап жасаған болатынбыз. Бізде істейтін мамандар, мұғалімдер 30-35 жыл тәжірибесі бар, оның ішінде жастар да бар, үлкен мұғалімдер де бар. Барлығын қосып бірнеше біз курс методика дайындадық. Орысша білетіндерге арнап, Қазақстанда туылғандарға арнап, немесе Қазақстанға көшіп келгендерге арнап арнайы курстар жасадық. Адамның проблемасы бар, бізге келген адам проблемамен келеді, сол проблеманы шешіп кетсе деген ойдамын. Өйткені мен өзім басыма өткенін білемін, қанша біз қазақ болып, қанша патриотизм болғанымен де орыс тіл керек екенін мойындаймыз. Орыс тіл берген адамға қаншалықты мүмкіншіліктер ашылатынын біз оны білеміз. Оны айтпасақ та енді керегі де жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы өзінің ана тілін ұмытып кетпей, ана тілінде бірінші орынға қойып, ал орыс тілі, ағылшын тілі деген басқа тілдерді оны как бір инструмент ретінде қолдансаңыз, сізге оның пайдасы көп тиеді. Ал енді сұрақтарыңызға келсем, көп қоятын сұрақтарыңыз бірі, қай курста оқыған дұрыс, онлайн оқыған дұрыс па, офлайн оқыған дұрыс па деп. Оны мен дәл сізге айта алмаймын. Барлық курс пробный сабақ тегін, қатысып көріп өзіңізге ыңғайлысын табуға болады. Әрине онлайнында, офлайнында өзінің бір айырмашылықтары, артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Немесе жеке оқыған дұрыс па, топпен оқыған дұрыс па дейді. Кейбірде мысалы ол да бір кейбір адамдар топпен оқысы келмейді, кейбір адамға жеке оқысы келеді. Топпен оқығанның бір пайдасы біріншіден ол арзанырақ. Екіншіден бір-бірімен практика жасайсыздар, жаттығасыздар, бір-біріңізден сұрайсыздар деген сияқты бір-біріңізге көмектесіп отырамыз. Ол жағынан бір пайдасы бар. Минус жағынан мұғалімнің барлығына уақытта жетпей қалуы мүмкін, әр уақыт бөлінетін аз болады. Ал жеке оқығанның плюсы, яғни ол сіз мұғаліммен отырып сіздің проблемаңызды шешеді, сіз өзіңіз проблемаңызды айтып, соған байланысты курс бағытталып жүріп отырады. Бірақ оның бір минусы, әрине мұғалім тек қана сізбен ғана отырғаннан кейін оның бағасы сәл қымбаттау болады. Барлық курстың бағасы ол мұғалімге төленген ақшаға байланысты арзан қымбат болады. Сондықтан біз жеке де оқытамыз, топпен де оқытамыз. Ол әркімге өзіне байланысты. Сондықтан барлық курс айтып тұрмын, пробный сабақ тегін, қатысып көріңіз, сол кезде өзіңізге ұнайды. Тағы да көп сұрақ қоятындардың бірі, курстарыңыз неге тегін емес, неге ақылы деп қояды. Енді өзіңіз ойлаңыз. Қазіргі заманда кім тегін жұмыс істейді? Мен жарайды, мен өзім қатты күшім кетпесе де, бұл жерде мұғалімдер сіздермен жұмыс істейді. Өзіңіз ойлаңыз, сіз мұғалімге ақша төлемесеңіз, ол мұғалім сізбен қалай жұмыс істейді? Сіз мысалы өзіңіз қай салада болсыңыз, мысалы тегін жұмыс істеп жүрген жоқсыз ғой, бір істеген үшін ақша аласыз. Яғни сіз оны алғаннан кейін сізде бір орысша айтқанда желание болады. Мұғалімдерде сол желание құрып кетеді ғой, егер ол тегін жұмыс істейді. Жарайды, тегін бір ай жұмыс істейді, тегін 2 ай істер, енді ары қарай жұмыс істей бермейді тегін. Сондықтан бір жағынан ол, екінші жағынан біз әр курста бір 3-4 адамға тегін конкурс жасап, жаңағыдай жеңілдіктер жасап тегін оқытамыз. Бірақ өкінішке орай деймін ба, білмеймін. Әлі осы уақытқа дейін тегін берген курстарымыз соңына дейін қатыспайды.
тегіннің құндылығы жоқ та, яғни адам ақша төлегеннен кейін ол тырысады, мен ақша төледім, мен өзім үшін не көрдім. А тегін болғаннан кейін адамдар отыра береді, ақыры тегін ғой, барсам барам, бармасам бармаймын деген сияқты. Сондықтан тегін ештеңе болмайды, болса да оның сапасы болмайды. Яғни ол жай сіздің мұғалім кеткен күші, уақыты. Ақша төлеп оқыған сапасы жақсы. Тағы да бір көп сұрақ қояды, нәтиже неше айда болады деп айтады. Егер де мұғалім айтқанын қалдырмай, барлық тақырыптарды өтіп, үй жұмысын орындап, белсенді болсаңыз, сізде міндетті түрде нәтиже болады. Мен сізге оған кепілдік беремін. Бірақ ол үшін сізде тырысуыңыз керек. Жанып тұрғандар, қатты керек адамдар, өздері не үшін керек екенін білетін адамдар, олар тез үйреніп алады. Оларға 2 ай, 3 айда жеткілікті. Бірақ мысалы кейбір адамдар нөлден болып, бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде үйреніп кетемін деп ойлайды. Ондай мүмкін емес. Бірақ бір жақсысы бізде мынау айналамыз орта бар. Яғни мысалы ағылшын үйренгеніңізде ағылшын тілі оңай тіл. Бірақ сіз ағылшын тілді үйреніп алғаннан кейін көшеге шығып hello Мақсат, hello Асан деп жүрмейсіз қой, иә? Яғни сіз практика аз болғаннан кейін ол жай тіл ұмытылып кете береді. Ал сіз орыс тілін үйреніп алсаңыз, дәл бүгін үйреніп, бүгін сол тілді қолдануға болады. Дүкенге барсаңыз да, көшеге шықсаңыздар да, бір жерге барсаңыздар да, бізде басқа ұлттар да көп, немесе қазақ тілінде, орыс тілінде сөйлейтін қазақтар да көп. Яғни сіз оны қолдануға бірден үйреніп алып, бірден қолдануға болады. Сондықтан ол сіз әрдайым қолданып жүргеннен кейін ол тілді ұмытып кетпейсіз. Кейбір оқушылар бар, келіп алады да отырып, давай, научи меня. Что ты меня научишь деп, научи меня деп отыратындар бар. Ол да дұрыс емес. Келгеннен кейін сіз өзіңіз тырыссаңыз, барлық мұғалімдерге анау оқушылардың тырысып, қызығып жүргендерді, қай пән болсын, ол орыс тілі ғана емес, қандай да пәнді алсақ, математика болсын, тарих сабағы болсын, қандай да тілді де, сабақты да, пәнді де алсақ, егер де оқушы белсенді болып өзді қызығып тұрса, мұғалім соған қызығады. Ол мұғалім тағы да соған бергісі келіп, тырысып оған көмектескісі келе береді. Сондықтан өздеріңіз жағынан давай научи меня деп отыра бермей, өздеріңізде тырысыңыз, сонда сіздерге мұғалім бар шансы береді. Мен өз басым барлығынша сіздерге, барлық жақтан сіздерге көмектесуге, сұрақтарыңыз болса, сұрақтан жауап беруге, өзім де мұғалімдерді іздегенде мен біріншіден мұғалімдер өз ісінің маманы болсын деп, өз ісін жақсы көретін мұғалімдер іздедім. Кейбір адамдар 10 жыл мұғалім болып жұмыс істеуі мүмкін, бірақ өз ісін жек көретін адамдар, олардан нәтиже аз болады. Орташа айтқанда, мысалы, бір деңгейден бір деңгейге өту үшін 2 ай керек. Мысалы, сізде бастапқы деңгей болса, орысша түсінесіз, бірақ сөйлей алмайтын болсаңыз, сөйлейтін жайдағы жету үшін бір 2 ай кетеді. Ол ортаңғы деңгейге жетесіз, яғни ол жерде кейбір қате сөйлейсіз, бірақ сіз сөйлей алатын боласыз біріншіден. Екінші тағы 2 ай ол ортаншы деңгейден бастап жоғарғы деңгейден бастап тағы 2 ай. Орташа айтқанда жоқ дегенде 6 ай керек. Бірақ бір деңгейден бір деңгейге жету үшін 2 ай жеткілікті. Әрине, ол біріншіден сіз сабақты орындап, қалдырмай, тақырыптардың бәрін өтіп, тапсырмаларды тапсырып жүрсеңіздер, мұғалімдер айтқанын істеп жүрсеңіздер, міндетті түрде нәтиже болады. Егер де видео одан бөлек тағы да мәлімет керек болса, менеджерге жазыңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап береді, және де барлық сабаққа бірінші пробный сабақ тегін. Өзіңіз тексеріп көресіз, сізге ол керек па, керек емес па деген сияқты. Ал онда рахмет сіздерге. Мына видеоны ары қарай көре беріңіздер. Сәлеметсіздер ме достар, үш тіл оқу орталығына қош келдіңіздер. Онлайн сабақ қалай өтеді деп бізде көп сұрайды. Сол сұраққа бүгін жауап беріп кетейін деп тұрмын. Бізде онлайн сабақтың 2 түрі бар. Бірінші түрі ол дайын сабақтар арқылы үйрену. Яғни менеджерге хабарлассаңыз, менеджер сізге бірінші тегін сабаққа доступ береді. Сол кезде сіз өзіңіз жеке кабинетіңізді ашасыз. Тіркелу туралы яғни бәрі нұсқаларды беретін болады. Тіркелгеннен кейін сіздің жеке кабинетіңіз болады. Ешқандай артық ештеңе жоқ, осындай ғана бірінші сабақ тұрады. Сабақтың астында сабақты көріп болғаннан кейін, сабақты көресіз. Сабақты көріп болғаннан кейін астына үй жұмысын жазасыз. Үй жұмысын фото ретінде, аудио ретінде немесе жазбаша ретінде жіберуге болады. Әр сабақтың үй жұмысы әртүрлі, соған байланысты үй жұмысын да жібересіз. Әр сабаққа 24 беріледі. Яғни күніге бір тақырып өтіп отырасыз. Бірінші курс бұл бастапқы деңгейге арналған, яғни бұл жерде көбінесе разговорныйға, ауызекіге бағытталған. Әр сабақта қарап тұрсаңыз бірінші сабақ болады, сабақтан кейін сөздік болады. Яғни сол тақырыпта қозғалған сөздерді осы жерде орыс тілінде және қазақ тілінде қайталап шығатын боласыз. Сәлем. Привет, меня зовут Андрей. Осылай сабақты көріп шығып, одан кейін бірінші сабақты көріп болғаннан кейін үй жұмысын жібересіз. Үй жұмысын мұғалім сіздің үй жұмысын тексеріп,
қарап, қатеңізді түзеп, қатеңізді көрсетіп береді. Сол қателікпен жұмыс істеп, одан кейін әр сөздікті қайталап отыру керек. Орыс тілінде, қазақ тілінде словарь берілген. Одан кейін осы үшінші сұрақ, яғни осы тақырыпқа бұның бәрі бір сабаққа жатады. Яғни бұл осы тақырыпта көрген, оқыған тақырыпты қаншалықты түсінгеніңізді білу үшін тесттен өтесіз. Әр сабақтан кейін осы тест шығады. Тапсырмалар беріледі, тесттер беріледі. Яғни мына жерде қараңыз. Вы деп тұр. Вы қалай болады? Вы рисуете болады. Я рисую болады. Ты рисуешь. Он, она рисует. Они рисуют. Мы рисуем. Я мысалы осылай өтесіздер. Міне, сосын әр тестке жауап бергеннен астында қате болса қате, түзу болса түзу шығып тұратын болады. Егер де мысалы қате жазсаңыз, астында қате жаздыңыз деп дұрыс жауабы шығып тұратын болады. Көрдіңіз ғой да? Міне осындай тапсырмалар болады. Мысалы, суретке қарап, бұл қандай хоббиға жатады таңдау керек. Ойланып тұрмын, мысалы, я люблю петь, яғни суретке қарап, мағынасына қарап сөздерді қоясыз. Мысалы, мынау жүзіп келе жатыр. Ол не істеп жатыр? Плавает. Яғни суретке қарап мағынасын қоясыз. Мына жерде қайсы көпше түрде жазылып тұр? Мысалы, кровать, плита, душ, ванна дейді. Мен душ деп жауап берсем, дұрыс немесе бұрыс екенін көрсетеді. Әр сабақтың соңында сол сабаққа байланысты тест тапсырасыз. Сол тестке байланысты сіздің қаншалықты сабақты түсінгеніңізді, түсінбегеніңізді білетін боламыз. Егер де 3 қате болса, онда сіз сабақты түсінбеді деген сөз. Қайтадан сабақта көріп, қайтадан тест тапсырасыз. Егер де қандай да бір сұрақтар болса, сол жерде сұрақ қойсаңыз болады. Мұғалімде бізде бәріміз жауап беретін боламыз. Әр сабақтың ұзақтылығы 10-15-20 минуттан болады. Яғни сізге күндегі бір сабақ өткізіп отыруға 30-40 минут жеткілікті. Ең бастысы әдет қылып күніге бір сабақ тапсырып отыру керек. 2 ай бойы күніге бір сабақ. Тек қана жексенбі күні ғана демалыс. Ол күні сабақ жібермей қарамасаңыз болады. Қалған күндер күніге сабақ тапсырып отыру керек. Одан бөлек аптасына 2 рет бізде разговорный клуб бар. Осы курсқа қатысқандар мынадан бөлек аптасына 2 рет разговорный клубқа қатысып тұрады. Эта тема была у вас в уроке? И давайте... Разговорный клубта аптасына 2 рет әртүрлі бір тақырып таңдап, сол тақырыппен сөйлесетін боламыз. Бұл жерде күнделікті, яғни біздің разговорныйымды тұрсаймыз. Сіз әр тақырыпқа сөйлейтін боласыздар. Жүргізушінің ұлты орыс. Ол жерде ешқандай сабақ болмайды, сөйлесетін боламыз. Тек қана орыс тілінде сөйлейтін боламыз. Барлығымыз тек қана орыс тілінде сөйлейтін боламыз. Сондықтан То ли 45 минут. Да. А то отключается. Потом идет уже какой-то бизнес, чего-то там. Бұл аптасына 2 рет алдын ала тақырып беріледі. Сол тақырыпқа байланысты, мысалы, күнделікті өмірде кездесетін тақырыпқа сөйлесетін боламыз. Сіз сөйлейсіз, сіздің қателеріңізді түзеп отыратын болады. 2-ші айға жақындағанда сабақ қиындай бастайды. Бұл жерде ақырындап грамматика қосыла бастайды. Әр сабақ диктант болады, диктантты тексересіз. Диктанттан кейін тағы да тест болады. Барлық сабақтың соңында тест тапсырып отыратын боласыз. Одан бөлек бізде тағы да онлайнның бір түрі бар. Ол мұғаліммен бірге бір сабақ өту, жеке оқу, яғни сіз мұғалімді көріп отырасыз, сіз естіп сөйлесіп отырасыз. Айырмашылықтары тек қана арақашықтық. Одан бөлек келіп Нұр-Сұлтан қаласында тұратын болсаңыздар, келіп оқысаңыздар болады, топта оқуға болады, жеке оқуға болады, 2 адамда оқуға болады. Кабинетке кіргеннен бастап сіз тек қана орыс тілінде сөйлейтін боласыз. Орыс тілінде ойланып, орыс тілінде жауап беретін боласыз. 90% сабақ орыс тілінде өтетін болады. Бұл орташа және жоғарғы деңгейге арналған курстар. Бастапқы курстарды бірінші тегін пробный сабаққа келесіз. Сол жерде сіздің деңгейіңізді біледі, сіздің проблемаңызды сұрайды. Соған байланысты курс жасайды және сіздің графикті қарап, соған кесте жасаймыз. Кешке уақыт, күндіз, таңертең оқуға болады. Сондықтан өзіңізге қандай курс ыңғайлы екенін таңдап алып, барлығына пробный сабақ тегін. Сізге дайын сабақтар арқылы үйренетін болсаңыз, ол жерде үй жұмысын тапсырып, жаттығулар жаттайсыз, сөздікті жаттайсыз. Немесе мұғаліммен онлайн көзбе-көз отырып сөйлесетін боласыз. Немесе үшінші вариант біздің оқу орталығына келіп оқу. Бірінші пробный тегін сабаққа қатысып көргім келем десеңіз, мына нөмірге менеджерге жазсаңыз, хабарлассаңыз, сізге менеджер барлық нұсқауларды, сілтемелерді беретін болады. Сол нұсқау арқылы тіркеліп, пробный сабаққа қатысып көрсеңіз болады. Рахмет, келесі кездескенше сау болыңыз.